Сәлем достарым, менің бүгінгі видеоның тақырыбы жалпы химиялық формулаларды құрастыру. Жалпы химиялық формулалар құрастырғанда бізге ең қажетті ұғымдар бұл валенттілік. Яғни сіздер 7-ші сыныпта өткен болсаңыздар, валенттілік туралы, яғни бұл дегеніміз элементтердің бір-біріне электрондарды қосып алу немесе беріп жіберу қабілетін біз валенттілік деп атаймыз. Яғни валенттілік ұғымы бұл бастапқы түсінік болып табылады. Мысалы, валенттілікке мысал ретінде айтатын болсақ, қарапайым өзіміз білетін оттекті мысалға келтірейік. Яғни бізде оттек O2 күйінде жазылады, бос күйінде. Осы арасында бір-бірімен оттек элементі, яғни бізде оттекті былай жазамыз, валенттілік түрінде жазатын болсақ. Яғни осы арасында бізде екі оттек бір-бірімен, екі сызықша дегеніміз екі байланысты білдіреді. Яғни бұлар валенттілікті көрсетеді. Яғни сызықшалар арқылы біз валенттілікті көрсеткен болатынбыз. Яғни бұл жай зат. Мысалы, күрделі заттар арасындағы біз валенттілікті көрсететін болсақ, мысалы, қарапайым су формуласындағы валенттілікті көрсетейік. Яғни бұл жерде байланыс екі сутекті көрсетеміз, яғни сутек екеу, оны байланыстырып тұрған бір оттегі. Міне оттек біреу ғана. Осы күйде біз валенттілігін көруге болады. Яғни бұл жерде бізге көрініп тұрғандай сутегінің бір валентті екенін, яғни міне бір сызықша тұр, яғни ол сутектің бір валентке ие болып тұрған, ал оттегінің екі шетінде екі қолы бар деп есептеуге болады. Яғни бұл екі валентті болып тұрғанын көруге болады. Мына жерде міне оттек әрқайсысы екі валентті болып тұрғанын көруге болады. Яғни бұл бізде валенттілік ұғымы ең бастапқы ұғымдар болып табылады, яғни бізге түсініктірек болу үшін. Ал одан кейін 8-ші сыныпта біздер тотығу дәрежесі деген күрделірек ұғымға ауысатын болады. Яғни бұл ұғым тура мағынасы бірдей, яғни тотығу дәрежесі дегеніміз, яғни электрондарды қосып алу немесе электрондарды беріп жіберу қабілетін айтады. Яғни элементтер өзінің электрондарын беріп жібереді немесе қосып алу арқылы тотығу дәрежесіне ие болады. Яғни ол алдыңғы сабақта айтып өткеніміздей тотығу дәрежесі плюс болуы мүмкін немесе минус, яғни оң және теріс болуы мүмкін деп айтқан болатынбыз. Жай заттарда бізде тотығу дәрежесі әрқашан 0-ге тең болады. Мысалы, жай заты ретінде біз сутекті айта аламыз. Мысалы, кальций элементі, натрий және де оттек деген сияқты кете береді. Мысалы, бұл жерде бұлар жай заттар деп аталады. Бұл жерде де жай заттардың тотығу дәрежесі әрқашан 0-ге тең. 0-ге тең болады. Яғни бұл жерде ешқандай плюс-минус болмайды. Яғни бұл жерде жай зат элемент ретінде әрқашан жай заттардың тотығу дәрежесі 0-ге тең деп айтамыз. Бұл жерде сутек және оттек әрқашан жай зат күйінде олар молекулалары екі атомдарының бірігуі арқылы жай затты түзеді. Яғни H және H деген сияқты. Бұл жерде O, екі оттегі. Сонымен қатар бізде күрделі заттар болады. Күрделі заттар екі немесе одан да көп қосылыстардан тұратын заттарды біз күрделі заттар деп атаймыз. Мысалы, ол күрделі заттарға біз оттекті, сутекті қосылыстарын айтуға болады. Мысал ретінде айтатын болсақ, кальций О. Бұл жерде екі элементтен тұратын қосылыс, яғни формула. Осының біз тотығу дәрежесін анықтау үшін зарядтарын қойып шығатын боламыз. Оттегі әрқашан екінші орында тұрады және әрқашан екінші орында тұрған кезде оттегіміз бізде -2 тотығу дәрежесін көрсетеді. Әрқашан осылай заряд жазылады. Мына оттегінің қақ ортасына емес, немесе мына шетке емес, мына оң жақ бұрышына жазылады. Және минус таңбасы 2-нің алдына қойылады. Сол кезде біз оттектің заряды, яғни екінші орын. Бірінші орында тұрған бұл кальций бізде. Екінші орында оттегі. Екінші орында тұрғандықтан әрқашан оттегінің тотығу дәрежесі -2-ге тең болады, ал кальций бізде бұл жерде +2-ге тең болады.
ал оны бізде тотығу дәрежелерінің мынау индекстермен көбейтіндісі яғни қосындылары бізде әрқашан нөлге тең болу керек. Сол кезде бізде тотығу дәрежесі дұрыс қойылды деп айтылады. Яғни бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай -2-ні көбейтеміз, мына жерде 1 бар деп есептейміз ғой. +2 көбейтілген 1-ге, мынау -2 көбейту, астында 1 бар деп есептейміз 1-ге. Сонда мынау екеу 2, 2-ден 2-ні азайтқанда 0 болады. Яғни бізде тотығу дәрежеміз дұрыс. Яғни мынау кальцийдің 2 дегенді қайдан алды деп айтатын болсаңыз, яғни бұл екінші периодта орналасқан, сондықтан да бізде тотығу дәрежесі валенттілігі 2-ге тең деп айтамыз кальцийдің. Ал оттегінікі әрине ауыспалы, бірақ көп жағдайда екінші орында тұрғанда, осындай екі элементтен тұрып оксид түрінде кездескенде әрқашан -2-ге тең болады. Оны ойланбай тұрып жазуға да болады. Сонымен қатар бізде екі элементтен тұратын элемент деп айтып жатырмыз, яғни ондай қосылыстарды бізде бинарлы қосылыс деп атайды. Яғни би деген сөздің өзі латын тілден аударғанда 2 деген мағынаны білдіреді. Бинарлы қосылыстардың түзілуі өте қарапайым, екі түрде түзіледі. Яғни олар бізде металл мен бейметалл және бейметалл мен бейметалл күйінде қосылыстар түзеді. Яғни қысқаша түрде МЕ деген металл, БМ деген бейметалл деген мағынаны білдіреді. Яғни мұндайларға біз мысал ретінде келтіретін болсақ, осы металл және бейметаллға мысал ретінде қарапайым натрий хлоридін келтіреміз. Ал бейметалл қосылысына біз H2O қарапайым суды келтіруге болады мысал ретінде. Және де айта кететін жайт, сутегі үнемі бірінші орында тұрады және әрқашан +1 тотығу дәрежесіне тең. Ол үнемі сондай ереже. Бірақ кейбір жағдайларда 1-2 жағдай бар, -1 болатын жағдай, яғни екінші орында тұратын. Ал қалған жағдайда көбінесе ол үнемі +1 заряд тотығу дәрежесіне ие. Яғни мына жерде тотығу дәрежелерін қойып шығайық. Сол кезде хлор -1, натрий +1. Оттегі -2, +1. Бірді жазбаса да болады, жай плюс деп жазуға да болады. Яғни бұл жерде металл деп отырғанымыз натрий металл. Натрий бізде металл ғой, бейметалл дегеніміз бізде хлор. Яғни металл мен хлордың қосылысы бізде натрий хлориді. Бұл бинарлы қосылыс, екі элементтен тұратын қосылыс. Одан кейін мысалы бейметалл мен бейметалл дедік, яғни H деген сутектің өзі бейметалл болып табылады, және оттек те бізде бейметалл. Яғни ондайда қосылыс болады екен. Сонда бізде кәдімгі су. Бұлар екеуі де бейметаллдан құралған элементтер, яғни бізде бір қосылысты беріп тұр. Бұл судың формуласы. Ал достар, осы видео сізге ұнаған болса, лайк басуды және де менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.